түсті. Саламатсыздарма, құрметті әріптестер. Мен нөмір 9 Меркі колледжінің арнайы пән оқытушысы Мадибаева Жазира Сейдуалиевна боламын. Қолмен электр дәнекерлеуді орындау бойынша оқу әдістемелік құралын жазған етімін. Қазіргі еңбек нарығында дәнекерлеушілерге сұраныс жылдан жылға артып келеді. Қазақстанда кәсіптік өндіріс қарқынды дамып, дәнекерлеу мамандарына сұраныс тұрақты түрде ұлғаюда. Сондықтан жоғарғы сұраныс, кәсіби құзыреттілік өзекті тақырып ретінде бұны мен қарастырып отырмын. Еңбек нарығында дәнекерлеушіге сұраныс өте жоғары. Өнеркәсіптік кәсіпорындарда, құрылыс компанияларында, жөндеу орталықтарында білікті мамандарды үнемі іздейді. Қазірдің өзінде дәнекерлеу ешқашан ескірмейтін, керісінше дамып отырған мамандық есебінде қарастырылып отыр. Кәсіби құзыреттілігіне қарасақ, студенттер нақты өндірістік дағдыларын меңгереді. Электродтарды дұрыс таңдау, ток күшін реттеу, тігіс сапасын бағалау, кәсіби құзыреттіліктерді қалыптастыру бойынша бұл құралдың негізгі мақсаты қарастырылған және 130 бұйрыққа сәйкес жасалған. Мен осы мамандықта терең зерттей келе, техникалық және білім беру жүйелерінде дәнекерлеу тақырыбында ерекше орын алады деп ойлаймын. Бұл әдістемелік құрал мұғалімдерге өзінің жаңашылдығымен жұмыстарына жақсы атқаруға көмегін бірден бір тиеді деген ойдамын. Заманауи технологиялар мен жаңашылдық тұрғысынан қарасам, теория мен тәжірибені біртұтас жүйеде ұштастыру қарастырылып отыр. Дәстүрлі оқулықтардан айырмашылығы, мұнда әр теориялық тақырып практикалық тапсырмалармен бекітілген. Заманауи дәнекерлеу технологиялары, соның ішінде инвентарлық аппараттар, МИГ, МАГ, ТИК, дәнекерлеу әдістері туралы ақпарат толық қамтылған, яғни Жазира, мынау дәнекерлеу бойынша колледждер бар ғой жаңағы. Осыған осы сіздің неңіз болады ғой, беруге? Беруге болады. Және бұны күнделікті сабақта қолданса болады. Бұл жерде бірінші тем бойынша толық қамтылып жасалынған.